Күйеуі мен әйелі көлікті тоқтатады. Мегацентрге дейін қанша тұрады? 1000 теңге. Ал әйеліммен ше? Бәрібір 1000 теңге. Күйеуі әйеліне: міне, көрдің бе, мен айтқанымдай, сенің ешқандай құның жоқ екен. Қызым, бауырлы болғың келе ме? Иә, бауырым болса екен деймін. Онда ұйықта. Мама, егер құртты екіге бөлсең, ол бөліктер дос бола ма? Сенмен болса, жоқ. Ұйықтап жатқан бала, бұл тек сүйкімді ғана емес. Ең бастысы, ақыры тыныштық. Папа, неге туған күнге бардым дегенде, бірден ішіп алды деп ойлайсың? Мен папа емеспін, мама. Қазақ жігіті қалаға барғанда: қаланың жігіттері біз сияқты емес. Неге? Себебі олар Құдайға шүкір емес, кредитке алдық деп айтады. Орындыққа отырыңыз. Жауап алу басталады. Адвокат: Ештеңені мойындамаңыз. Мен бұл затты орындық деп мойындамаймын. Бала күнімде ересектер неге экономиканы реттемейді, неге көрші елдермен татуласпайды деп ойланатынмын. Есейе келе түсіндім, ешқандай ересектер жоқ екен. Шынымен күйеуіңізбен ажырасқалы жатырсыз ба? Шынымен. Олай болса, мен сізге жақсы адвокат ұсына аламын. Рахмет. Бірақ мен жақсы инженер тауып қойдым. Мектеп жиналысында жағдай. Сіздің ұлыңыз тыйым салынған затты шеккені үшін салды. Әкесі: Ол оны қайдан алды деп айтты ма? Өзінің ең жақсы досынан деді. Әкесі қуаныштан көз жасын сүртіп: шынымен солай атты ма? Бір күні бір қазақ арнайы орынға барады. Оған бірнеше ханым ұсынылады. Бағасы $100. Біріншісіне келіп: мен 200 берем, бірақ бәрі қазақша болуы керек дейді. Ханым ойланып: бұның бір түрлі талабы бар шығар деп бас тартады. Келесі бірнешеуі де солай. Соңында соңғысына келіп: 500 берем дейді. Тек қазақша болсын дейді. Ханым аздап ойланып: бірақ қауіпті ештеңе жоқ қой. Жоқ, бәрі дұрыс болады дейді қазақ. Онда жүр деп келісе кетеді. Бір шама уақыттан кейін екеуі қайта оралады. Қазақ кетіп қалады. Қалғандары әлгі қыздан жүгіріп келіп сұрайды: айтшы, қалай екен қазақша? Ештеңе істеген жоқ, тек айтты: ақшаны кейін әкеп берем.